ертең кухняға келсем, Кім көрсем, осы жерде көрсем, үйде Сөз қайтарма маған. қайтарғанда қалай қайтарам? Аружан қой дем болды. Қоймайм, қой демеңіз, менің атым Аружан, мен қой емеспін. Ойға сағамна екеуі қайтадан бастап бір нәрсе жасау керек қыздар. Не істейсің бұл екеуіне постоянно ұрыс қой, қырғызым, мән бермей құлағым жауып отыра берші. Сен кім анау атың кім еді осы постоянно естіп қырылыстырып отырған жақсы көресің, е? Ешкім сөз берген жоқ, так что аузын жауып тыныш тұр. Түріңе қарап сөйлесең кішкене, түсіндің ба, е? Сен шілей емес па? Шілей емес менікі. Түсіндің ба? Не істей аласың ал, е? Мен сізге ешнәрсе істемеймін. Сен түріңе болайын албастыдай болған. Ақшаңыз төлеңізші болды. Басыңды қатырма, е, түсіндің ба? Албасты. Стоп, қыздар еке, бұл кухняның иесі кім екенін ұмытып қалған сияқтысыңдар, е? Қазір сендердің жандерін шығарып, бөлштерін шығарып тұрып, жуып, тазалап тастайтындерге жұмыс тауып берейін. Ақыры іштерін пісіп жатыр екен, бір-бірімен ұрысқаннан басқа дым білмейсіңдер. Мен сендермен отыратын кешкейдің уақытым жоқ. Бүгін баламның туған күніне заттар дайындауым керек. Қыздар, не сұмдық осындай кухняда жалғыз мен де ғана осындай болып тұра ма, или сіздер де осындай болып тұра ма? Жасап кетіңдерші, бұларға не істеу керек екен?